Ал құрметті актер өнеріне қызыққан жастар, балалар, мен мынау YouTube каналымдағы Асқар Наймантаевтың актер шеберлік сабақтарында мен осы актер шеберлігіне, актер өнеріне қызыққан балаларға қысқаша ғана және күрделі емес, мынау вузға түскен студенттерге біз көптеген терминдер айтып, ғылыми терминдермен түсіндіріп, кішкене бастарын қатырамыз, өйткені жердің бағдарламасы үлкен. Ал бұл сіздер сияқты әлі де оның не екенін білмейтін, әлі ол әлемнің қандай екенін білмейтін, соған қызыққандарға арналған сабақтар. Енді көпшіліктеріңіз алғаш оқуға түсуге келген кезде, болмаса драма үйірмелеріне барған кездеріңізде этюд жаса деген алдарыңызда тапсырмаға тап келесіздер. Этюд дегеннің не екенін білмей бастарыңыз қатады. Этюд деген ол қандай дүние, ол қандай сабақ, ол қандай тамақ, оны немен жейді деген сияқты. Этюд деген шағын ғана оқиға. Ол 1 минутта болуы мүмкін, 3 минутта, ұзап кеткенде 5 минуттан аспайтын оқиға. Оны өздеріңіз ойлап табасыздар. Ең алдымен біз балаларға, студенттерге жан-жануар әлемдерінен талап қоямыз. Бұл бірінші этюд, бірінші тапсырма сіздердің байқағыштықтарыңызға, сіздердің зеректігіңізге, сіздердің зейіндеріңізге арналған. Жан-жануарларды барлықтарыңыз білесіздер. Әрқайсыңыздың өз аулаңызда да құстар бар, ешкі, қой, сиыр бар, иттер бар деген сияқты. Мысық бар. Тіпті болмаса кинодан көрген жануарларыңыз бар. Біз ең алдымен сол жануарлардың жүріс-тұрысын, пластикасын, олардың қылығын, өздерін қалай ұстайды, қалай жатады, қалай жүреді, адамдарға қалай көзқарасы болады. Сол дүниелерді еске түсіріп аламыз. Бұл алғашқы тренинг. Содан кейін біз оларды оқиғаға қоса бастаймыз. Оқиғасын өрбіте бастаймыз. Ал бірақ ең алғашқы сабақ оларды оқиғаға бірден қосу емес, бірінші біз олардың пластикасын, әр жануардың өздеріңіз жақсы білетін, жақсы көретін жануарлардың, құстардың, аңдардың, үй жануарларының болсын, пластикасы мен олардың қылықтарын еске түсіріп алуымыз керек. Мен мәселен мінеки сондай алғашқы жаңағы байқағыштықтарыңызға арналған этюдтердің біраз видеоларын сіздер үшін әдейі мысал ретінде жинастырып қойдым. Соған назар аударыңыздар, сол арқылы үйреніңіздер. Иди отсюда. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Мінекей, осы көріп отырған жан-жануарларыңызды көрдіңіздер ме? Бұны қалай болса содай ит болған сияқты, мысық болған сияқты деп жасауға болмайды. Актердік өнер сияқты деп үстіртін көзқараспен жасауға көнбейді. Оны шынымен сеніп тұрып, өздеріңіз сол жануардың жан дүниесіне кіріп тұрып, өзіңізді көрген жұрт сізді шынымен ақ ойбай мынау ит, ойбай мынау мысық екен ғой, қалай аумайды, қандай керемет, қатты ұқсайды деген сияқты бағалаумен қабылдау керек. Сіз сол шеберлікке жеткізе алсаңыз, сіздің актерлік шеберлігіңізде ертең осы кішкентай ғана этюдтарға байланысты болады.